Есімім Хайролла Аршат, жасым 23-те. Ақтөбе облысы Ойыл ауданы деген жерде дүниеге келгем. 15 жасымда қателеспесем Алматыға келдім. Қазақ ұлттық өнер академиясының колледжін бітірдім Шымкентте. Факультет муздрама. Сосын Москвада оқыдым 2 жыл. ИТ деген жерде, институт театральных искусств деген жерде актер мамандығы бойынша оқыдым. Кейін осы жерге келіп театрда жұмыс жасадым. Өлең жазуды 2012 жылға бастадым. Негізі оған дейін де жазып жүрген, бірақ балалық күнде ондай қатты қарамай жүрдім де 2012-ден бастап әуенімен сөзін жазып бірінші рет басқаларға көрсете бастадым десе болады. Сол көрсеткен адамдардың реакциясынан кейін өзіме деген бір кішкене сенім пайда болды. Содан кейін бенд құру ойда пайда болды. Бір күні тек аяқ астынан Ержан деген досым бір фестивальге тығып жүр деп айтады. Сол күні бізде бір апта ғана уақыт болды. КБТУ-дың алдында бір фестиваль болған. Бір аптаның ішінде біз бас-гитарист, электрогитарист, барабанщик, ол кезде клавишник болған жоқ. Осы жігіттер танысып, консерваторияға барып, Елебековке барып, жан-жақтан жинап алған болатынбыз. Содан кейін мен балаларға ондай топ болайық, бүйтеміз, сөйтеміз деп ешқандай айтқан жоқ. Бірақ ішімнен қаладым оны. Өзім күттім, арада уақыт өткеннен кейін жігіттер өздері ұсыныс тастады. Кішкене серьезно айналысайық осы нәрсемен деп. И қазір бендпен бірге жүрміз. Альбом жазып отырмыз, скоро клип түсіреміз. Қазір клип түсіріп, сол баламен шеген тағы 2 сэмпл дайындап қойып, ауылға кетіп қалғым келіп тұр. Ауылда отырып салып, себебі шаршап кеттім. 1 жыл болды Алматыда жүргеніме. Инди музыкантпын деп ойлаймын. Инди деген сөз негізі независимый деген сөз ғой. Мен независимый адаммын. Бірнеше мысалы продюсерлерден ұсыныс түсті, бірақ мен олай жұмыс жасағым келмейді. Молданазарды қатты жақсы көремін деп айта алмаймын, бірақ ол кісінің көп адамдарға сенім берді. Оказывается, олай да істеуге болады дегендей. Себебі Молданазарға дейін көбісі жаңағыдай эстрадный, обычный поп сол ғана айналып келе берді. Дәл бұрын 80-ші жылдары, 70-ші жылдары болған музыка Қазақстанда жүре берді, айналып. Ешқандай прогресс жоқ, даму жоқ. Ал сол волнаның ішінен Молданазар бір бөліп шығып кетті. И одан ол кісінің астына келе жатқан жастар, уже можно, уже бірдеңе істеуге болады. Продюсер ол кішкене ақы жаққа қарай жұмыс жасайды, ал мен сапа жаққа қарай жұмыс жасағым келеді. Бір жағынан Қазақстанда ондай дұрыс продюсер бар деп ойламаймын. Мүмкін әлі кездестірген жоқпын өзім продюсерім. Бір қызық оқиға болды. Мәскеуде Сергей Мельниченко деген кісінің кастингі болды. Ол кісі бывший Ленинградтың несі болған, продюсер болған, қателеспесем. И Ранетке дейтін топ болатын ғой, соның продюсері болған. Кастингтен өтіп кеттім. Еще Дударайды айтып өттім. Қалған. 4 айдай жұмыс жасадық. Ол кезде как раз LJ деген әнші шықпай тұрған кез. Басында мен өзімнің әндерімді айтып, сөйтіп ұнатып, студиясына шақыртып, біраз жұмыс жасап жүрдік те. Бір күні уже не то сезе бастадым. Жаңағыдай LJ сияқты шаш бояу, көзге бірдеңе тағу, үстіге басқа образ басқаша дайындалады. И мен ішімде ондай нәрсені қаламаймын. Сөйтіп
одан кейін аранжировкаларын тыңдай бастадым. Басқа кішкене поп, хип-хоп пен Европа несі аралас, басқаша жанр. И ақыр соңында сыйыспай кетіп қалған болатын. И мысалы үйдегілер кейде тиісіп қояды, не үшін кеттің, одан да жұмыс жасауың керек. Мен егер дәл солай жұмыс жасайтын болсам, мен бақытты болып жүретін. Одан да ақшасыз ештеңесіз өзім қалауын жасап жүрсем, басқа ештеңе керек емес. Интернетпен қарайтын болсақ, ВКонтакте желісінде 11 мың ғана көрініп тұрады ғой, тыңдалып қараған 11 мың адам, iTunes'та 7 мың адам, қателеспесем, Телеграмда где-то 3 мың, 2 мың сондай ғана. Мен тыңдайтын адамдар көбінесе шындық жақсы көретін адамдар деп ойлаймын. Себебі менің тексттерде көбіне басымнан не өтіп жатыр, соны жазамын да. И ондай жақын кейде араласып қалған кезде сол менің тексттерімнен өзінің оқиғасын көрген адамдар в основном. Оқып айтып, блин, прям точь осындай болып айтып жатады кейде. Сол жаңағыдай ізденісте жүрген адамдар ғой, жаңа нәрсе көргісі келіп, жаңа нәрсе тапқысы келіп. И сондай адамдар өз 80 адам. Кейде шаршап кетесің, концерт болған кезде уже түрлерін жаттап алған, кім былай араласпасақ та, уже Андрей, Бека деп уже кейбіреулермен танысып алған, уже дос болып. Біздің көбіне әндеріміз агрессивный ғой негізінде. Может, сол үшін де жаңағыдай жас балалар оңдайтын шығар. Андай қызуғанды болып тұрады ғой. Күн батқанда деген бұрын бір қызға барып жүретін. Сондай кейде ішіп қоямын мен. Кешке жақын и дәл жаңағыда айтқандай мен өлеңдерімде шындық бар деген түнде деп айттым, EP альбомда. Түнде ғана жүретін, күндіз ұйықтап. Түнде сол қыдырып жүремін де, достарыммен и таңға жуық жаңағыдай Дина деген қызға баратын. Соған арналған өлең. Күн батқанда мен жаңағыдай қыдырып достарыммен адасып жүрсем де, таң атқан кезде тек қана сені іздеймін дегендей. Шамамен 74 или 73 өлең жазып қойдым. Болашақта салатын. Может, кейбіреуін айтпаймын. Қазіргі план сол 2 клип, бір альбом болып тұр, полноценный. Мен айтпақшы бір ерекшелігім бар. Мақтанғандай болып көрініп қалады шығар. Кейбір адамдар бірінші текстін жазады да, оған әуенін құрастырады екен. Кейбіреулер бірінші әуенін жазып, оған текст жазады екен да. Мен диктофон қосып қоямын, гитарамен айтып, әуенмен текст бірге шыға береді. Сондай бір ерекшелігім бар. Көптің бірі бұттың тірі болғым келмейді. Жай ғана, сол үшін ғана. Обычный нәрсемен айналысқым келмейді. Ерекше болғым келеді шынымен. Бірақ кейбір музыканттар сияқты андай Қазақстан музыкасын дамытамын, әлемге танытамын деген ой жоқ. Бұрын болатын сондай. Мен шетелге қазақтың кім екенін көрсетемін дейтін. И қазір уақыт өте, может, өскен шығармын деп ойлаймын. И қазір өзімнің ләззатым үшін ғана айналысамын. И егер сол түсінетін адам болса, ол кісілерге де, сол кісілер үшін де айналысам. Қазақстан каналынан сол шынды айтсам, мамам мен папам үшін шықтым. Негізі шыққым келген жоқ аяққа. Басында отказ беріп, Мақпал ханым өзі жазып жүр, осылай. Мен жоқ, мен государственный каналдармен жұмыс жасағым келмейді деп ашып жүрдім. Мен кейін ойландым да, группадағы балаларда үйдегілер көреді. Давай шығайық деп. Ең бірінші керек нәрсе өзіңе сену. Себебі сен егер өзіңе сенбейтін болсаң, басқа ешкім саған сенбейді. Содан кейін история қалдыруға ұмтылу керек. Атаққа емес, ақшаға емес, история болып қалды. Неге американецтер мықты? Олар американецкая мечта деген бар ғой. Стать историей дейді. Тарих болып қалды.